оқып бергім келіп отыр. Ертегінің аты Сүмбіл шаш деп аталады. Тыңдағыларың келе ма? Ертегі? Ендеше ертегін тыңдаңдар, жарай ма? Сендер мұқият тыңдаңдар. Мен сендерге ертегіні оқып айтып беремін. Ерте заманда Сұлушаш деген ақылды да сұлу қыз болыпты. Атына сай оның қолаң қара шаштары, тізесіне жететін ұзын, жібектей желкілдеген әсем болса керек. Сұлушаштың мекен еткен құрбы достарымен бірге бал дәурен өткізіп жатқан жердің табиғаты да өте әдемі екен. Күндердің бір күнінде осы жердің көркем табиғатына қызыққан жау соғыс ашады. Сұлушаш туған жері мен елін қорғауға соғысқа аттанбақшы болады. Ол заманда жауға қарсы қыз баланы жібермеген екен. Осыны білген Сұлушаш иығынан төгілген қолаң шашын кесіп тастамаққа бел буады. Шаштарын қимастықпен кескен ол, өрілген бұрымдарын кескен жеріне көміп кетеді. Елін қорғауға аттанған Сұлушаштың бұл ісі анасы мен құрбыларына ғана аян екен. Қараңдаршы балалар, Сұлушаш деген мына қыз болады. Шашы қандай ұзын екен, е балалар? Осы соғысқа аттанар кезінде, мына қараңдар, бағана айттық қой, шашын қиып, жерге көміп кеткен екен, е? Ал енді ары қарай тыңдаймыз. Анасы Сұлушашқа ақ батасын беріп, аман есен оралын тілеп, қоштасып қала береді. Жерді басып алмақ болған жау жеңіске ұшырайды. Жауға қарсы шайқаста ауыр жарақат алған Сұлушаш көп ұзамай көз жұмады екен. Ақтық демі бітердек жандағы серіктесіне өзінің Сұлушаш деген ару қыз екенін айтып, еліне хабар жіберін аманат етеді екен. Міне балалар, Сұлушашқа оқ тигеннен кейін қасында серіктесіне айтып жібереді екен, менің хабарымды жеткіз деп. Қасындағы батырына айтады екен. Сөйтіп Сұлушаш осы жерде көз жұмады екен. Анасы болса әр күн сағынышпен өткізіп, қызының жолын тосқанда, осылайша қыс өтеді, көктем келгенде қайғылы хабар да жетеді екен балалар. Қатты қайғырған анасы мен құрбылары қыздың шашын көміп кеткен жерге келеді. Олар бұл жерден бұрын соңды табиғатта кездеспеген әдемі гүлді көреді. Сонда құрбылары Сұлушаштың бұрымнан өскен бұл гүл Сұлушаш деп атансын дейді. Бірақ анасы Сұлушаш мен үшін жалғыз ғана біреу. Оның қос бұрымнан пайда болған бұл гүл Сүмбіл шаш деп аталсын деген екен анасы. Міне балалар, содан бері табиғатта тағы бір әдемі Сүмбіл шаш деген гүл пайда болған дейді. Көрдіңдер ма балалар? Мына жерде бағана мына Сүмбіл шаш өзінің шашын көміп кетті, мына жерге. Ол жерге жауға аттанған, жаудан оқ тиіп бұл көз жұмады. Содан кейін шашын көміп кеткен жерде міне Сүмбіл шаш деген гүл өседі екен, е балалар? Ертегі ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар.